Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында қазанды тазалауға арналған жаңа әдісін айтатын боламын. Тек қана үйдегі керек заттар қолданамыз. Міне көріп тұрғандарыңыз комет керек болады, және белезна, және де сұйық май керек болады. Ең алдымен суымызды осылаймен қайнатып алдым, ысылай осындай табаққа, және де осындай ыдысқа кесемен барлығын бір-бірден салып шығатын боламын. Ең алдымен бірінші мен мұнда кометті салдым, міне комет саламыз. Одан кейін мен сұйық майымды құйдым, осы кесемен құйып толтырып. Одан кейін барып үстіне белезнамызды құямыз. Белезна құйғанда осылай көпіретін болады. Барлығын осылай құйғаннан кейін мына қазандарымыз көріп тұрғандай, мен қазандарым осындай лас, мына сырты барлығы осылай қайнап тұрған суымның ішіне барлығын салатын боламыз. Міне үсті барлығын салып, келесі міне екінші қазанның үстіне салатын боламын. Ол да мындай лас болып жатыр, міне көріп тұрғандарыңыздай. Осының барлығын салып, ішіне 20 минут, яғни жарты сағатқа қайнатуға қоятын боламыз. Жарты сағат осылай қайнататын боламыз. Осылай екеуін салдым ішіне. Астын средний отқа қоясыздар, яғни сарқылдап төгіліп кетпеу үшін. Осылай қайнайды, міне барлығы, міне көріп тұрғандарыңыздай. Міне көрдіңіздер ме, міне губкамен өзі кәдімгі алынатын болады. Осылай жасап көріңіздер. Артынан жағынан сыммен тазалап, жуып аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздар видеодағыдай осылай барлығы өзі түсетін болады. Губканың өзімен осылай сүрткеннің өзінде осылай түседі. Ал сыммен сіздер ысылсаңыздар, ол міндетті түрде кетеді. Міне осылай мен ар жағын сыммен ысып алам. Міне іші жылтырайды, міне көрдіңіздер, қазандарым күшті болып жылтыр болады. Міне достар, менде осылай қазандарым тап-таза болды. Енді таба жақтарын дұрыс кетірген жоқпын, асығыс болғандықтан. Сіздер де жасап көріңіздер. Үй жағдайында өте керемет лайфхак. Достар, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға міндетті түрде қалдырыңыздар. Сіздерге мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне мен осылай ыдыстарымды тап-таза қылып алдым. Рахмет, сау болыңыздар.